Пайғамбардың сынықтығы. Ғаббас әхлі кітапты біліммен жеңген соң, пайғамбардың беделі Мәдинада қарыштап өсті. Исламның күшпен емес, көркем мінезбен, терең біліммен, өзгенің дінін сыйлаумен және қарағылды қақжарған әділдікпен таралатын қайырлы дін екені анық болды. Бірақ сонда да пайғамбардың сынықтығын сынағысы келетін әхлі кітаптар әлі де бар еді. Сондайлардың бір шоғыры бір жиында Мұхаммед пайғамбарға былай деп сұрақтар қойды. Я Мұхаммед, күллі адам ұрпағының түп атасы біреу, ол адам пайғамбар. Одан бері 124 мың пайғамбар жер жүзіне тарады. Бізге бүгін бұрынғы өткен пайғамбарлар баянын айтып берсең, деп қолқа салады. Алланың елшісі сол кезде: бауырлар, бала әкесінен бір батпан кем туады деген. Атамыз адам пайғамбар бәрімізден артық. Оның тәні ең бірінші балшықтан мүсінделіп, пейіштің есігін бірінші болып ашты. Менменсіген ібілістің кеудесін басып, тәкаппарлығын әлімсақта әшкере қылды. Алланың рух деген нығметінен балшық тәнге үрленіп, ең бірінші ауыр сынақты бастан кешті. Хауа анамызбен жұбын жазбай адал махаббаттың ең бірінші үлгісін көрсетті. Адам атаның себебінен Құдайдың ықыласты құлдары мен пасық құлдарының арасы ажырады. Сондықтан адам атаны құрметтеу бізге уәжіп болады деді. Отырғандардың екінші біреуі: Ыдырыс туралы не айтасыз? Оның дәрежесін не деп білесіз деді. Ыдырыс ең бірінші әліппені түзеген пайғамбар. Дыбысты теріге түсіріп таңбалаған терең ілім иесі. Жазу сызу содан басталды. Ол болмағанда ғалымдардың хаттары тасқа түсіп сақталмас еді. Біз Алланың сүйікті достарына көктен түскен рисаланы оқымас едік. Ол періштелерден айласын асырған, Әзірейілдің құрығына ілінбей кеткен жалғыз пайғамбар деді. Екінші адам атанған Нұқтың тәңірісі алдындағы дәрежесі қандай болмақ? Оның жүрегі оймен қиялға бай еді. Пайғамбарлар ішінде ең ұзақ ғұмыр сүру соның маңдайына жазылды. Ол надандыққа әбден батқан ел жұртын қаншама жыл сүйреді. Ар мен намыс, ұят пен ибаны, мейірім мен қайырымды халыққа жеткізем деп жаны жай таппады. Төбесі көктіреген алып бәйтеректен алып кеме тұрғызу Нұх сияқты батырдың ғана қолынан келетін еді. Жануарлар мен адамдарға пайғамбарлық етіп, топаннан аман алып қалды. Ол болмағанда біз осы күнге жетпес едік деді. Ал атаңыз Ыбырайымды сахарда туған шолпандай ұлық пайғамбар деп айтады. Өзіңді Ыбырайымға қаншалықты тең көресің? Ыбырайымнан асқан дархан жоқ. Қонақ күту, жомарттық содан басталды. Көңілі түскен кісіге астындағы жалғыз атын сойып беретін нағыз мәрттің өзі еді. Жалғыз отырып ас ішпеді. Құшақтасып көрісу содан қалды. Оған қос пайғамбардың әкесі атану бақыты бұйырды. Үш періштенің зікіріне ғашық болып бір малын сарып қылған. Өз қаржысына қасиетті қағбаны салған Алланың сүйген досы еді. Алла оны бекерден бекерге Халиулла деп атаған жоқ. Ол хақтың жолында жалғыз ұлын құрбанға шалмақ болған ең тәуекелі мықты ұлық пайғамбар. Құрбандыққа өзін шалған Исмағұл да әкесінен асып түспесе кем түспейтін. Оның дәрежесі қандай? Исмағұл 1000 жылда бір туатын ер. Анадан туа сала Зәмзәмнің көзін ашты. Оның шарапатынан Зәмзәм тоқтаусыз ағып тұр. Оның рахатын қазір біз көріп отырмыз. Ол Алланың жолында шыбын жанын пида етті. Жаста болса бас болатын даны етті. Жомарттықта әкесінен асып түсті. Ибраим оны құрбанға шаларда: әй ұлым, көрдің бе? Менен өткен жомарт жоқ. Жалғыз ұлымды Алла үшін құрбан қылдым дегенде ұлы: әке, сен жалғыз ұлыңды құрбан етсең, мен жалғыз жанымды құрбан етіп жатырмын. Қайсымыз жомарт екенбіз деп Ибраимді сөзден тосқан. Ибраимның екінші ұлы Исқақтың дәрежесі қандай? Исқақ пайғамбарлар көшін бастаған. Анасы Сара 90-ға келсе де, пұшпағы қанамаған бақытсыз әйел еді. Исқақ анасының үміті үзілуге шақ қалғанда көзінің қуанышы болған бақытты жан еді. Алланың дидарына ғашық болу содан басталған. Жаратқанның жамалын қайтсем де көремін деп ұйқысын бауыздаған. Кеш жатса да сахар уақытын қаза кетірмей, бұлбұлдарға қосылып құйқылжыған әуенмен Аллаға зікір айтқан. Оны Бәну Исраилдың ұлық атасы дейді. Раббымыз өзінің сұлулық тамшысынан Жүсіптей асыл ерге айрықша ажар берген. 40 000 жыл иеленіп пейіште мүсінделсе де, адам атаның өзіне ондай сыр мен сымбат дарымаған. Оның дәрежесін қалай баяндайсың? Жүсіп Құдайдың ерекше жаратқан қайырымды құлы. Құдықта 40 жыл жатса да, қабағын шытпаған асыл ер. Туған ағалары қастық қылса да, жүрегіне кек сақтамаған нағыз жомарт. Бауырымен 3 күн араздасқан адамға иман нұры дарымайды. Қастандық қылған 9 ағасын кешіріп, панасын алған. Адал жарға сенімді күйеу болған жігіттің нағыз сұлтан еді. Зинадан қашып, өзін өзі зынданға тастаған. Құдайға осы қылығы жаққандықтан
Раббысы оған түстің мұғжизасын берген. Түс жоритын сол кереметі бүкіл жұртына қайырлы болды. 8 жылға созылған алапат аштықтың алдын алды. Перғауынның тағына отырып әділдікпен ел басқарды. Зылиханың махаббатын Алланың ғашықтығына ұластырған ұлық пайғамбарлардың бірі еді. Су иесі Сүлеймен адаммен аңды былай қойғанда бұлт пен желді бағындырып ерттеп мінген. Оның дәрежесі қандай? Сүлеймендей Құдайға сүйікті болған пайғамбар аз. Алланың оны жақсы көргені сондай, мақұлық атаулымен тілдестіріп, даналығын шексіз шыңдатты. Сүлеймен содан сөзге ұста, ойға ұшқыр болды. Жын-періні тізе бүктіріп, әлақсаны салдыртты. Өзі өлсе де, таяғына сүйеніп 40 жыл тұрды. Оның сұсты келбетінен қорыққан жын-пері өлі тірісін біле алмады. Құрт келіп аса таяғын кеміріп құлатпағанда, жындар әліге дейін әлақсаны салып жүре беретін еді. Жердегі жануарды менсінбегесін Алла оған пейіштен тұлпар түсірді. Әлемнің билігін бір жүзікке сыйғызған Сүлеймендей дана бар мекен. Мосул шаһарына келген пайғамбар Жүністің қандай ерлігі әнбиялар ішінде асқақ. Ол сияқты ауыр сынаққа төзген ешкім жоқ. 40 күн қылуетте жалғыз жатып тағат қылған талай тақуалар өткен. Бірақ ол сияқты 40 күнді тар қапаста өткізген ешкім жоқ. Кемедегі жұрт қол аяғын байлап теңізге лақтырғанда балыққа барып жұтылды. Жайынның қарнында 40 күн қамалса да, зікірін тілден тастамады. Абыройының асқақ болғаны соншама, күллі балық жабылып жалаңаш денесін жасырған. Соның себебінен Залуқа атты балықтың ұрпағына береке дарыды. Теңізде жүзген жалғыз пайғамбар сол еді. Ұстаның пір атанған Дәуіттің дәрежесі қаншалықты ұлық еді. Ер Дәуіттей жүрек жұтқан батыр пайғамбар аз. Ол 13 жасында жалұттай жауыздан қасиетті қағбаны азат қылды. Ақырғанда дауысы 60 шақырым жердегі жаудың жүрегін ұшырды. 30 ұлының орнына Раббысы оған Сүлеймендей бекзаданы нәсіп етті. Нанын адалдан жеймін деп Алладан кәсіп сұраған. Патшалық тағын тастап адал еңбекпен күн кешті. Темірді балшықтай иледі. Ел жұртын жыланның шабуылынан құтқарды. Алғаш болып сауыт сайман соқты. Ұсталардың пірі болды. Оған Забурдың жырларын түсірді. Ән салғанда әсем даусын ұшқан құспен жүгірген аң тоқтап тұрып тыңдаушы еді. Алланың кәлимолласы Мұса пайғамбар жайлы не айтасыз? Өкініп тәубе етуде Мұсадай ықыласты пайғамбар болмаған. Алла оны перғауындай жауыздың сақалының астында сақтады. Перғауынмен айқасқанда қолына аса таяқ ұстатты. Күшін жаудан басым етті. Теңізді жарып перғауынды суға тұншықтырды. Халқын құлдықтан елдікке бастады. Тұр тауында Алламен жақын келіп тысырласты. Жұртына Тәуратты әкелді. Көктен тағам түсірді. 40 күн тұрып тағат қылып, Алланың разылығын алды. Шешендікте одан өткен пайғамбар жоқ. Жақия пайғамбардың қандай ерекшелігі бар? Ол да ұлық пайғамбар. Ол сияқты жүрегіне сақ болған ешкім жоқ. Қылдай қиянаттан қашық жүрді. Жолда жатқан құрт құмырсқаға зияным тимесін деп, әр қадамын аңдап басты. Құдай үшін көз жасын тауысып жылаған ол сияқты адам жоқ. Көзінің жасынан шөліркеген шыбын сусындаған. Періштелер әр тамшысын пейіштің жібегіне орап, құрметпен ұстаған. Я Мұхамбет, сөзіңнің жаны бар. Мүдірмей әр пайғамбардың қасиетін айтып бердің. Енді Ғайса жайлы не айтасың? Адамды сүюде Ғайсадан асқан ешкім жоқ. Бір бетін ұрса, екінші бетін тосатын шынайы махаббаттың иесі. Биби Мариям анамыздың пәктігінен жаралған пәк пайғамбар. Өлікті тірілткен, соқырды жазған, 1001 дерттің шипасын білген. Теңізден жаяу өткен, бауырмалдықта, кеңпейілдікте одан өткен адам жоқ деді. Жиналғандар, Ғайсаның да ерекшелігін жеткіздің. Енді өзіңнің дәреже деңгейін қандай? Деді. Ей бауырлар, мен бұл ұлық пайғамбарлардың жанында кішікпін. Егер олар тірі болса, мен олардың атын ерттеп, асын әзірлеп қызметін қылар едім. Себебі олар қандай да құрметке лайық. Бұл дүниенің қызығы кісілікте емес кішілікте деді. Сол кезде пайғамбарды сынап, әрбір сөзін аңдып отырған жұрттың бәрі осындай ұлық дәрежелі пайғамбардың топырақ сипат сынықтығына қайран қалысты. Осыдан бастап ел оны Қалиул Мәнни, яғни өзін мейлінше кішік қылып көрсететін сипатымен танитын болыпты.